Ертеде өткен заманда Дию мен Дана өмір сүріпті. Күндердің күнінде екеу кездесіп қалыпты. О, Дию, адам бақытты болу үшін не керек осы деп сұрайды Дана. Дию өрге күрек паңдау болса керек. Салған жерден адам бақытты болу үшін әрине байлық керек депті. Сонда Дана айтады: жоқ, олай емес. Адамның бақытты болу үшін алдымен ақыл керек дейді. Бұл сөзге Дию тоқтамай, бақытқа ақылсыз-ақ ие болуға болады. Нанбасаң жүр, ер маған, мен саған оны көрсетейін депті. Сонымен екеуі жолға шығыпты. Қанша жүргендерін кім білсін? Алдарынан әрі ақылсыз, әрі бақытсыз тас шабала кездесе кетеді. Дана тұрып, ал міне, өнеріңді көрсетер сәт туды дейді. Мен мұны қазір-ақ бақыт етем, депті сонда Дию. Бәрін болжаған Дана, көрдің бе, сенің байлығыңның тазша байқұсты не істегенін? Енді оны зынданда шірітеді дейді. Ендеше, сенің ақылыңның күшін көрейік, дейді Дию.
Сөйтіп, Дию ақылсыз бақыт қонбайтынына сеніпті де, Дананың дегеніне көніпті. Сол ерте бір замандардан бері ақыл мен бақыт ажырамайтын болған десе.